Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін қысқа арналған салат дайындайтын боламын. Өте дәмді, тойымды салат болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ал енді бізге керек заттарды көрсетіп өтейін. Бізге ең алдымен 4 килограмм қызанақ керек болады. 2 килограмм тәтті болгар бұрышы, 3 килограмм қияр, яғни огурцы, 2 бас чеснок, 2 штук ащы бұрыш, укроп, тұз, қант, түйіршіктелген қара бұрыш, сұйық май және 9% уксус керек болады. Ал енді іске кірісеміз. Ең алдымен қызанақтарымызды мясорубкадан өткізу үшін өзімізге ыңғайлы етіп турап дайындап аламыз. Ең бастысы ортасында қызанақтардың қатты жерлері болса, кесіп алып тастаңыздар. Мясорубкадан ең бірінші ащы бұрыштарымызды өткізіп, соңынан бүкіл помидорларымыздың барлығын өткізіп аламыз. Тәтті болгар бұрыштарымызды осылай ұзынша етіп, яғни соломка тәріздес етіп турап аламыз. Тәтті бұрышымызды турап алғаннан кейін қызанақтың үстіне салып, жақсылап бір араластырып, отқа қоямыз. Қиярымызды, яғни огурцымызды осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Міне біздің салатымыз жайлап қайнап бастады. Енді бұның үстіне тұзымызды және қантымызды салып, жақсылап араластырып, бір 30 минуттай жай отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін үстіне қиярымызды, яғни огурцымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеодағыдай етіп басып, огурцы бүкіл суына батып тұруы керек. Огурцымыздың соңынан сұйық майымызды құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Баяу отқа қойып қайнатамыз. Қатты қайнатпаңыздар, огурцы езіліп кетпеуі керек. Огурцымыз осылай қайнағаннан кейін үстіне майдаланып туралған чеснокты салып, жақсылап араластырып, оның соңынан түйіршіктелген ащы бұрыштарымызды саламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Енді огурцы қайнап шыққаннан кейін үстіне осылай ас көк дейміз ғой, яғни укропты салып, жақсылап араластырып, жай отта 15-20 минут тағы қайнатамыз. Одан көп қайнатпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын болып қалды. Огурцыларыңыз осындай түске енген болса, онда салатыңыз пісті деген сөз. Бізде енді соңғы этап уксусымызды құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Міне енді біздің осы салатымыздың дайын болған түрі осылай болады. Енді бұны жақсылап стерильденген банкаларымызға құйып шығамыз. Асықпай жайлап құямыз. Мен банкаларды жақсылап ас содасымен жуып, духовкада 15-20 минут стерилизация жасап аламын. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Бүкіл банкаларымызды осылай толтырып аламыз және крышкалармен жабамыз. Крышкалармен 5 минут қайнаған суда бір қайнатып аламын, сосын жабамын. Машинканың көмегімен бүкіл банкаларымыздың аузын жауып аламыз. Міне мен банкаларымның бәрін машинканың көмегімен аузын жаптым. Өте дәмді салат шықты.
асқа арналған салат дайын болды. Мен бұл салаттарды үй температурасында сақтаймын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.